Adiya kelinimizning shayin chiylayapmiz Alloh xolasi. Kelin qo'lidan shay ichibapmiz. Келіннің шайын ішкенде алғаш рет келінге ақша береді деп тағы негізі осы құрақ көрпелермен менде қызықты ситуация болған. Құдалыққа 5 күн қалған кезде мен алдын ала тапсырыс берген жерім маған тапсырысты алып келген кезде мен жылағым келіп кеткен, өйткені өте нашар шықты. Сол үшін мен 5 күннің ішінде маған тез әрі сапалы әдемі қылып тік беретін жерді іздедім. Сөйтіп маған әдемі әлем брендінің парақшасы кездесті. Оларда дайын және тез тапсырыс қабылдайды. Сол үшін міне біздің үйімізде қазір үйдің сәнін келтіріп тұр. Осы көрпелер өзіме қатты ұнады. Құдалықта ұялмай көрсеттім. Өте сапалы екені камерадан да көрініп тұрған шығар. Әдемі әлем брендке рахмет. Құдайым өмір бер, жақсылықтың төрін бер, қара жердің нәрін бер, көк аспанның сәрін бер, Кенжебектің шашын бер, Мұқасанның қасын бер, Мейрамбектің әнін бер, Сәкеннің сәрін бер. Әлбет пен әдия, сендерге Алла Тағала Құдай тағалардың бәрін берсін, аумин. Ай, бәрекелді, алтынбек бүгіннің рухи тазалығын, адами арың бар азаматсың. Бүгін келін екеуіңе қарап, сырттан келген біреу шатастырып алуы мүмкін. Үйленіп жатқан кім? Жоқ, келін болып жатқан кім деп шатастыруы мүмкін. Біз сонымен қуаныштымыз. Келін екеуің тайлақ бойларымен қайыспас ауызы көтеретін қаралардай құдағи болып жатырсыңдар. Ол үлкен статус. Әр жақаса айтатын болса, әр бас падымша, әр бөрік тәйір. Бүгін осындай мәртебелесіңдер. Қайырмен болғай, алтыным мәлет. Бір қазақ ақынының өлеңінде айтады. Адамзаттың асылы әз пайғамбар, содан кейін тұрады менің әкемде. Солай келінжан жолым жұмсақ болсын деп жұмсақ төседі, мінезің жұмсақ болсын. Бетіңді ашты, дүниені көрсін деп. 2 бөлмелі үйің болса, ішін татулықпен жеңесің. Терезесін берекемен теңестір, берекемен теңестір. Есігіңнің алдын қолап жайлылықпен әсемде. Махаббаттарың мәңгілік болғай, қадірлі ағайын той құтты болсын. Рахмет. Мен сөзсіз кәміл сенім, өйткені бұл үйдің тәрбиесі де бөлек, бұл үйдің жалпы мінез құлқы, сондықтан өте бүкіл қазақтан сыйлайды деп айтсам артық айтпаған шығармын. Сонда үлгілі біздің өзіміз осы Сәкеннің алдымызда жол көрсетіп жүргеннен кейін біз осы Сәкеннен ақыл шықпаймыз. Бірге үзеңгілес болсақ та, сондықтан өте үлгілі семьяға келіп бара жатыр. Сондықтан екі жақтылардың құда болғанына біз қатты жүрегімізбен қуанып отырмыз. Енді ұзағынан болсын, Алла қаласа ертең үлкен ұлы той келе жатыр. Сол тойда тағарда небір марқасқалар қазақтың батасын бере жатар. Сол тойда да осы нұрлы жүздеріңізді көргіміз келеді. Алла сол тек қана жақсы дастархандарда ғана басымызды
түйістірсе екен деп тілейміз. Сол тойда жолығайық. Сол балалардың ары қарай да келешекте үлкен жақсы тойлары бар. Соның бәрін тоймай қызығына жүре берейік, көріп. Аман болыңыздар. Өте қуаныштымын дастархандарыңызға, дәмдеріңізге, ең басы қабақтарыңызға айналдық. Алла разы болсын. Кіргеннен қалай керемет қарсы алып жатсыздар. Сондықтан көрініп тұр осы үйдің қандай таза екені, қандай шын ниетпен, көңілмен жүрген адамдар екен. Сондықтан сіздердің осы жалпы ауызбіршіліктеріңізді көріп, қатты қуанып отырмыз. Тамаша елмен құда болдық сәкеш. Осы құдалығымызды ұзағынан қылсын, Алла тіл көзден сақтасын, балаларымыз бақытты ғұмыр кешсін. Ағай сөз сөйлейді. Гүләпше, 2025 жылдың жыл тойы, онлайн той қалай болды сізге? Рақаттанып көрдіңіз ба? Елде жаңағы тойға бару үшін анан қара прическа жасайсың, оған ақша кетеді, ақша бірегейсің, барасың, ана таксимен барасың, болмаса пробкада қаласың. Рахат, міне 1380 теңгемді бере салдым да, әше мына Тойға қосқан міне қара. Ана жақта бүйтіп бірден істен нан илесең де, ананы бәрін көріп отырсың. Бір жағынан қара, той көресің, тойдасың. 1380 теңге ақшаңды жібердің. Жаңағы өзің жұмысыңды жасап жатсың. Қонақта, кірсеңдерші той бірге көреді. Қонақта десе, ой басын, тамағыңды да іштің, ыдыс аяғыңды да іштің, қолды бетін. Даже оны айтасың ғой, бүйтіп кішкене жатып көрейінші. Тойда отырып көресің, ой рахат. Мас жасап қойып па? Бәленбай тамада күшті негіз. Анау Қытайлар бірдеңелер ойлап тауып отыр ғой. Біз міне онлайн міне ешкім ойлап таппаған. Бастамасы міне біз көрсету керекпіз Қытайларға. Күшті рахат, бара бересіңдер көшімізді деймін. Күшті бір рахат аналармен бірге деп мына жанда күйеуіңе тамағыңды пісіріп, мен неге бармадым, мен неме дейді. Бәріміз отырмыз ғой сол тойда дейсіз ғой. Отырып қой бәріміз рахат қой. Бетіңді жуғың кеп, қолыңды жуғың келсе, өзіңмен тоймен бірақ барасың ғой. Тойды жуып, тұғын қайтадан келесің. Рахат қой. Мен ана бір риза болдым, ана Тәсера мен Жанболаттың балалары. Ұлдар ана баяғыда кім бірінші үйленсе деп айтты ғой өзі. Сол сыйлы білем ана. Жастар молодец. Малдив аралдарына берді. Баяғыда тойымызда бір кісілер қой беріп еді, сол қойын есіне түсіп, соның ертең жасайын деп отырмын уже оқ. Малдив аралдары деген сияқты сертификатқа тоқтың суретін салды. Тоқтың суретін салып, бізе соны. Біреудің қуанышына қуансаң, сенің де қуанышың 2 есе емес, 1000 есе болады. Күшті ғой. Қандай екен, аттар қандай күшті жаса. Әдия мен әділет. Қандай ат. Жаратушының өзі солай қисын келтіріп қойған ғой. Бүйтіп айтатын едік қой, сәкеннің сәнін берсін деп. Енді бар ғой, қазіргі жаңа заманауи кезде қазір енді сәкеннің тойын берсін деп айтатын болды ғой. Күшті. Дара мен сәкеннің малатсын. Өздері қалай тойда бар ғой. Жарқырап. Аққудай болып жүрді ана көлдегі аққудай. Балалары да сондай. Онлайн сарқыт күтеміз енді. Онлайн сарқыт күтеміз енді мұқтақшысы. Онлайн сот көргенше дейсіз ғой. Дұрыс айтасыз кәне. Осы мен сен бар ғой, Молажан осыңа келсем. Бәрі әлем болып ана сотты көріп қиналғанша мынау деген онлайн той көргенге не жетсін, рахаттанып, эмоция, бәрін көріп, бәрінен рахаттанып, күшті ғой,
Ешкін осындай тойларымыз. Енді елдер бар, кейбіреулер мынандай пікірде бар, ой, анау мынау дейді. Бірақ адамда өмір ғой, адам болғасын әртүрлі ой болады. Күшті ғой мынау. Тамаққа жеттік міне. Ақ сәкеш құтты болсын. Міне той құтты болсын. Міне, бізге де жұғысты болсын. Мен бірден айтайыншы. Ал айтшы. Бүкіл осы шақырудың ішінде ерекше қуанып, өзімнің, Жәкебай, рахмет. Ерекше өзім ұлым үйленіп атқандай қуандым деген ерекше құттықтауды мен Қарақаттан естідім. Көбісі келеміз деп жауап жазып алғанмен қоймай, той құтты болсын деп айтпайды екен ғой. Қарақатта алтын жол. Иә, шын мәнінде қуандық. Иә, қуандық. Әумин. Болатымыздың тойында жүгінсек. Әумин, той жұғысты болсын. Андай керемет дәрежедегі атмосфера. Қанша жерде сұхбат бердім сен. Қарақат сияқты ешкім қуанбады-ау. Ерекше толқыды мен. Жаным. Көбісі менің есімімді Шарапат деп жатады. Тіпті тойларда Шарапат қалайсыз деп жатады. Менің есімім Динара, мен Сәкеннің жарымын, 4 баланың анасымын. Көбісі Шарапаттың парақшасында менімен байланысқа түскісі келетінін жазып жатады. Сол үшін мен де өз парақшамды ашуды жөн көрдім. Алдағы уақытта мен сіздермен қызықты жаңалықтармен, пайдалы контенттермен бөлісе отыратын боламын. Менің парақшама жазылып кетіңіздер. Инстаграм ашам деп, соны айтып жатырмын. Тек қана осымен оңай емес екен, оңай шаруа емес екен. Бала шағаң бар, әйел адамға әсіресе оңай шаруа емес. Кей кезде жоқ болып кетсем ренжімейсіздер, балаға да қарау керек. Негізі септеп дұрыс айтылған ба деп қалдым. Шынымен де бір не дейді, тордың ішінде жүресің. Шынымен де бекер айтылмаған екен, соны мойындап жатырмын мен. Олай шынайы өзінің өмірін, қаншама шаруам бар, әйел адам шаруасы өте көп мойында. Бала шағасы бар, үй шаруасы бар, жолдасына қарау керек, өзіне қарау керек. Енді осы біздің Инстаграм парақшасында жүрген, социумда жүрген әйел адамдарға рахмет. Осының бәріне үлгіріп жүрген. Өзіме шынымен қиын болып жатыр қазір. Біз бір-бірімізді, мен балаларымның анасы деген ретінде анасы деп айтам. Бұл кісі әкесі деп шақырады. Сосын енді бір қызық, кейбір адамдар біздің сіз деп сөйлегенімізге миығынан күлетіндерді болуы мүмкін, бірақ түсінбейді. Бірақ бізге қазір қалып жағдай болып кетті. Оның бір себебі бар, анасы. Негізі басында бұл кісі маған кемпір дейтін. Мен бұл кісіге шал дейтінмін. Содан бір күні үйге бір кісі қонаққа келіп, содан ол кісі айтты. Негізі әйел адамның жолдасы ері оған пір деді. Ал ер адамын жоғалтқан кісілерді пірі кем деп айтады деді, кемпір деді. Содан бері екеуміз қайтып атаса екен деп, содан анасы, әкесі деп содан бастап қайтадан екеуміз атымызды ауыстырдық. Енді жанымда жүрсе де, жан жарым болса да, ең бірінші бұл кісілер енді халықтың адамы, қайда барсаңда шынымен де бұл кісілерді жасына қарамайды, не бір үлкен кісілер төрге шығарып жатады, сыйлап жатады. Оның бәрін енді өзім көзімен көріп жүргеннен кейін, құлағымен естіп жүргеннен кейін дұрыс, бұл кісілер енді сіз деп айтуға лайықты ғой деп өзім солай шештім. Рахмет сіздерге, мың рахмет. Сіз деп тұрған адамға қалай сен дейсің? Сосын мен де сіз деп бастадым. Жақында бір оқып қалдым. Негізі ерлі-зайыптар бір-біріне сіз деп сөйлесе, қатты бір-біріне зекіп сөйлей алмайды екен. Ол перде сияқты ұстап тұрады екен. Ол да жақсы екен негізі. Соны қазір ұрысты көп естімеймін енді. Ұрсалмайды қазір. Сіз деп тұрып ұрсалмайды әкесіне. Тамаққа жеттік міне. Ақ сәкеш құтты болсын. Міне, той құтты болсын. Міне, бізге де жұғысты болсын. Мен бірден айтайыншы. Ал айтшы. Бүкіл осы шақырудың ішінде ерекше қуанып,
өзімнің жәкебай рахмет ерекше өзім ұлым үйленіп жатқандай қуандым деген ерекше құттықтауды мен қарақаттан естідім. Көбісі келеміз деп жауап жазбағанмен қоймай той құтты болсын деп айтпайды екен ғой. Алтының Иә, шын мәнінде қуандық. Иә, қуандық. Аумин. Amin, той жұғысы болсын. Андай керемет мәжедегі атмосфера. қанша жерде сұхбат бердім сен. Қарақат сияқты ешкім қуанбады ау. Ерекше толқыды мен. Жаным Қыз қалыңсыз болса да кәдесіз болмайды дейді. Жүндір оғыларды орындап көдек құда өзгезе көздеріңізде. жаңа қалыңдар қажет болмайды. Мұны енді жөн жорабымыз жолдан жығылмай өздерімізді шатыр кейіндесе отырмыз. Мынанда өртесі бар, жаңағы қалың малы бар. Енді 5 миллиондай қоймалы бірге. Ал енді мынау ішінде қалың малымыз. Бала, қол ауыспай. Құдаймен құда ұқсайды, құдағаймен құдаға ұқсайды. Ал енді қалған әйелден болса өзіңдер жалғастай берсін. Батайыңыз Құдаласың шәкті болғай әліқанала. Салақты болғай. Сондағы бақытты болғай. Сәлем беріп қайын. Құдалық 1000 жылдық болсын. Жаңа Жанболат айтып жатыр да, 20 жыл бұрын осы үйге келіппіз деп. Менің шында да есіме түсіп жатыр, осы үй, мына зал, үлкен столдар жайылтылған. Қандай қызық, арада 20 жыл өтті, әдияның болған жыл екен ғой. Жақсы ниетпен келіп кеткен шығармыз. Біздің 30 жылдан бері дос болып жүрген жақын адамдарымыз осы үйге құда болып келіп отырғанда бір ғажап не? Андайына сүйіп кеткесін ғой сөйлейді. Сондай сияқты. Қоғаққа деп сүйіп кеткесін ба? Может, кішкентай шақалып қойып Мама, дауысы келіп отыр десем. Кеше біз ұшақта ұшып келе жатып,
басқаша бір сезіммен толқып келе жатырмыз да. Маңғыстау өңіріне қанша уақыттан бері келіп жүрміз ғой. Концерттік сапарлармен, тойларға, мерекелерге. Ол сезімдер басқа болатын. Ал кешегі сезім бір басқаша сезім. Достарымыз келін алайын деп, Әділетпен біздің баламыз кішкентайынан 2 жасынан дос. Қазыбек, ол да келді қазір. Қасымда Айгүл болғаннан кейін дұрыстап киініп келдім. Жалпы маған Айгүл деген қызармай Иманбаевадан бастап. Жарайды, бізге Кенжеге сіздің шай өзіңізге отыр ма? Маған. Шай тәтті екен. Тойға қандай сыйақы алып келдіңіз? Сый. Ақшылай алып келдім. Қанша көлем? Айтпаймын. Миллионнан жоғары. Айтпаймын. Түсінікті. Жалпы көңілге байланыс алып келеді ғой негізі тойға, иә? Жалпы. Тойға мен өзім сыйлықтан гөрі ақшалай алып келген дұрыс көремін. Өйткені қаншама шашылады сол кезде кішкене оғаларға да тиімді да, сосын алатын заттар болса да өздері алады сол ақшаға. Сол себепті ақша дұрыс деп ойлаймын. Бізден әрине ақша. Суммасы? Айта алмаймыз. Жолдасым екеуміз мына баланы ертіп келдік. Жай ғана емес, тағы да жақсы танысып, дегендей білісіп, кішкене сәкенде қыз бар, бізде ұл бар дегендей қылып келгеніміз. Онлайн жасайсыздар ма? Енді ол кішкене бір тағы да бір 10 жыл керек бізге. Өйткені әлі қыз да кішкентай, ұл да кішкентай, бірақ одан зоры болады ау. Ақсакеш Динара, қуаныштар ұзағынан сүйіндірсін, құлшақтар өмірлі шүмірлі, ең үлкен әулет болсын. Аумин! Елгіге қылық шарай берді. Gelmezmiş. Аталу yağı. Вспомните. 30 лет тому назад. Маған қаражыңызды басар деймін. Қандай сезімде болыңыз. Басын істейінші. Барлығымыз қараймыз. Назарына алып, аман есен алып шығып, екі өмірдің абырой бүкіл өнер адамдары. Индира мал кірбайым. Ал күлеміз. Камера қараймыз. Менің ағама беріп. Күйеуалардан бір білеміз. Күйеуалардан Тамарасардың күйеуі. Білем, екеумізді бір күлдерді. Оқыдым. Менің достарым өте көп. Жас ерекшеліктері де әртүрлі. 20 жас кішісі де бар, 20 жас үлкен де бар, 10 жас кіші де бар, 10 жас үлкен де бар, әртүрлі. Енді жасы кішілерден қазіргі мына заманауи не бір трендтегі
болып жатқан дүниелермен танысам солар арқылы. Ал үлкендерден әртүрлі тақырыптағы құнды дүниелер жинаймын ол кісілерден. Әсіресе қазір біздің үйде той болғалы жатыр. Мінекей, нағыз осы уақытта мен сол кісілерден ақыл кеңес сұрап отырмын. Ал сіздердің достарыңыздың жас ерекшеліктері қаншада?